Құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі пайдаланушылары, сіздердің назарларыңызға «Даналығымен дара тұлға» атты виртуалды шолуды ұсынамыз. Домалақ ана Шайхы Мизамбек-қызы Нұрила есімі ел ұранына айналған абыз аналардың бірі. 6-7 ғасырларда өмір сүрген. Атасы Мақтым Ағзамның өсиетімен Домалақ ана 19 жасында Бәйдібек биге тұрмысқа шығады. Ел ішіндегі деректерге қарағанда оған Дихнат мама деген атауды түптегі түрікпен Қарахайдар деген кісі қойған. Дихнат мама парсы сөзі. Қазақ тілінде әулие ана деген мағына береді. Одан тараған ұрпақтарының бәрі білімімен, ақылымен ерекшеленіп, ел билеген. Өзгені де баласындай көріп, төңірегіне аналық мейірімін шашқан. Барынша кішіпейіл алдағы күннің жайын ойлап айтар. Сөзі ақиқатқа айналған, болжампаз, көреген қасиетін құрметтеген ұрпақтары сол заманның өзінде-ақ оның атын атамай жаратылысынан бойы шағын болғандығына қарай Домалақ ана, Домалақ ене деп атап кетіпті. Домалақ ананың қадір қасиеті ерте-ақ танылған. Домалақ ана қос бөгеннің сағасындағы бір жазыққа жерленген. Айналасын көгілдір таулар қоршаған сол жазықта қазір бозарып, сәулетті күмбез көрінеді. Ол Домалақ ана кесенесі. Әулие ананың қасиетін қастерлеген ұрпағының ана бейітіне ағылған ізі, салған жолы ескіріп көрген емес.